бар мынау не зат? Орам жапырақ. Орам жапырақ екен. Осы орам жапырақтың түсін өзгерткілеріңіз келе ме? Иә. Ендеше біздер тәжірибе арқылы осы орам жапырақтың түсін өзгертейік. Өзгертеміз бе? Ол үшін бізге сыны ыдысымызға не қойып қойдық біздер? Судың түсі бар ма екен балалар? Жоқ, мөлдір, таза да. Ал судың түсін енді өзгертейік. Ол үшін бізге мына бояғыш затты қосайық. Көк бояуды ала қойсын, Алтайы. Жайлап құя ғой, жайлап. Ахмедияр, енді сен қызыл түс құя ғой. Иә. Қойдым. Тамаша. Енді мен сендерге мына орам жапырақты кесіп беремін. Иә. Оны суға салып, түсін өзгеруін бақылаймыз. Мен қайшымен кесемін. Алтайыр сала ғой суына. Сала суына. Апа салдым. Балалар, мына су орам жапыраққа судың түсі бірте-бірте жайлап жоғарға қарай өзіне тартады екен. Ол бірақ бізге көзге көрінбейді екен, балалар. Балалар, біздер орам жапырақты не істедік? Суға салдық. Қандай суға салдық? Жай суға салдық па? Қандай суға салдық? Бояу? Бояу ішті. Бұл балалар, бұл бояу торттарға, торт пісіргенге арналған бояғыш екен. Бұл бояғышты біздер жеуге болады екен. Мына орам жапырақ түсі өзгергенде де біздер жеуге болады екен. Өйткені біздер тортқа арналған бояғышты қостық. Енді бұны балалар біздер осы қойып қоямыз осылай жарты күнде. Содан соң біздер бұны бақылаймыз. Балалар, енді осы орам жапырақты сіздер үйде мамаларыңыз пайдалана ма? Иә. Не істейді орам жапырақтан? Салатқа пайдаланады екен де. Ол денсаулыққа пайдалы ма екен? Пайдалы екен де. Мына көктемге мезгілде, әсіресе көктемді, күз мезгілдерінде осы орам жапырақ, басқа да көкөністерді жеп тұру керек екен. Ағзамызға өте керекті дәрумендер екен, балалар. Балалар, енді қараңдар, мына біздің тәжірибеміз не істеген? Орам жапырағымыздың түсі өзгерген бе екен, балалар? Иә. Өзгерген. Алтайыр, сенікі қандай түске боялған? Көк. Сенікі? Қызыл түске. Балалар, мінекей, бұл жайлап судың жоғары көтеріліп, бойына орам жапыраққа сіңірген екен. Ол балалар, ол құбылыс бізге көзге көрінбейді, бірақ та ол өзінің бойына орам жапырақ бояуды не істеген екен? Сіңіріп алған екен. Ал балалар, бұл орам жапырақтың дәмін татып көреміз бе? Көрейік те, бұл жеуге болады. Өйткені жаңа біздер бояғышты, пайдалы бояғышты қостық те. Ал қараңдар. Дәмін қарайды. Бояу осы да ешқандай өзгерісі жоқ, сол өзінің дәмінде тұр екен, де, балалар? Сіздерге бүгінгі тәжірибе ұнады ма? Не істедік біздер? Мына орам жапырақтың түсін не істедік? Өзгерттік, де? Бояғыш заттар арқылы біздер орам жапырақтың түсін өзгертуге болады екен. Ұнады ма сендерге, балалар? Ұнаса, кәне қолдарыңызды. Рахмет сендерге. Рахмет.